енді өтетін нәрсе өтті, ұлттық бірыңғай тестілеуде бітті. Қазір қаншама ата-ана осы түлектер қарап отыр. Мамандық таңдау ғой алда тұрған мәселе. Биыл қай салаға гранттар көп? Гранттар қалай бөлінеді? Мемлекеттік білім беру гранттары бұл үкімет қаулысымен бекітілетін ережеге сәйкес жүргізіледі. Енді биылғы жылдың бір ерекшелігі, бұрын мемлекеттік білім беру гранттары, білім беру бағдарламаларының топтары дейміз, бұрын мамандық деген ұғым болатын. Соның қазақ, орыс бөлімдеріне бөлінетін. Енді ағымдағы жылдан бастап мұндай бөлініс жоқ. Барлық ұлттық бірыңғай тестілеуден алынған балл. Осыған байланысты да шу болушы еді жылда. Орыс бөлімі неге көп? Олардың тапсырып жатқан саны аз деген сияқты. Жоқ, ешқашан орыс бөлімінде грант Мақсат Мырза көп болған емес. Оны бірден сізге кесіп айтайын. Жоқ, сонда да шу болатын бізде. Шу болатын, ол тек қана кейде мүмкін орыс бөліміндегі гранттардың кейбір кездері өту балы төмен болған шығар. Мүмкін сол шу шығар, бірақ бұл екі нәрсені бір-бірімен шатастырмау қажет. Бұл біріншіден. Екіншіден, мемлекеттік білім беру гранттарының тағайындау ережесінде бір қатар өзгерістер, мысалы педагогикалық мамандықтар бойынша 70 балды, шекті балды 70 бал қойып отыр. Яғни бұл деген бұл медициналық мамандықтарда және педагогикалық мамандықтарда ол мамандықтарға түсу үшін міндетті түрде арнайы емтихан тапсырады. Сол арнайы емтиханның шекті балда жылға көтеріліп келе жатыр, е? Енді дұрыс, өйткені бұл деген ең алдыменен осы ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыратын балаларды дайындайтын мектеп мұғалімдері ғой. Оның сапасы болмаса, ондай мұғалімдерді сапалы дайындамасақ, өйткені ертең сапалы білімді біз баладан талаптай алмаймыз. Айтыңыздар, біз баяғыда бітіріп кеттік. Біз кезімізде мүлдем басқа мамандыққа қызығушы едік. Енді педагогсыздар ғой, балалардың қасында жүрсіздер. Қазіргі балалар көбінде қандай мамандыққа қызығады өзі? Қазіргі таңда балалардың көпшілігі мынау IT мамандықтары, одан кейін мынау көбінесе информатика сияқты, математикалық бағыттарға көбірек қызығушылық танытады. Мысалға, біздің мектепте енді бітіріп отқан балалардың 4-тен 1 бөлігі бұл IT мамандықтарын. Қызығушылық па әлде гранттың көп бөлінуіне байланысты ма? Қызығушылық деп айтар едім. Өйткені қазіргі таңда заман талабына сай бәсекелеске қабілеттілік бар, онымен қатар заманның сұранысы сол мамандыққа көп талап еткеннен кейін қазір көптеген жас өспірім балалар, жас түлектер осыны қабылдайды. Одан кейін бағанадан бізде айтылып жатқан сұрақтар бар, мысалға ОБТ, әділдік және де әділ өтті ма дейді. Әрине, ОБТ-ны әділ өтті деп айтады. Кім таза өз күшімен оқып шыққан бала, таза бағасын алған кезде ол әділ өтті дейді. Ал қай бала бұғанға дейін жаңағыдай бір қулыққа барып, басқа нәрсемен өтіп үйреніп қалған бала үшін мынау қатаң тәртіп енгеннен кейінгі жағдайды елестеткен кезде ол балада бірден міндетті түрде психологиялық стресс пайда болады да, ол бала шыққан кезде бұл ОБТ әділі өтпеді деп шығады. Сондықтан мен айтар едім, негізінен баланы дайындаған кезде сонау орта буын кезеңінен бастап баланы дайындай бастау керек. Ол 5-6 класстан бастап баланы дайындау керек. Қай бағытқа баланың икемі бар? Математикаға ма, гуманитарға ма, шет тілге ма, басқа тілдерге ма? Одан кейін барып мектептерде қазір профориентациялық жұмыстар жүргізіледі. Біз мысалға колледждар мен университеттерден бізге келіп, арнайы мамандар келіп өзінің жаңағы оқу бағдарламаларымен таныстырады. Арнайы күн беріледі. Мысалға сол кезде 9-шы сыныптың балаларына біз бірден қандай колледждерге баруға болатынын түсіндіреміз. Мысалға сол кезде уже анықтала бастайды. Одан кейін 11-ші классқа да сондай. Бұл туралы профориентациялық жұмыстар толыққан жүргізіледі.